Бүгінгі тақырып бұл өткен сабақтағы тақырыбымыздың жалғасы, яғни моңғол татар шапқыншылығының жалғасы, яғни батудың орыс жеріне жорығы деп аталады. Батуды кейделікте батый деп атайды. Яғни жалпы батудың орыс жеріне жорығы. Мынау 1236 жылдың соңында бату әскерлері Еділ өзенінің жағасына келіп, Бұлғар елін жаулап алды. Картадан көрсеңіздер, картадан көретін болсаңыздар, Еділ өзенінің жоғарғы ағысында Волжская Булгария деп тұр. Мен қазір немен стрелкамен көрсетіп жатырмын. Яғни біз білетін Болгария елі, міне сол Болгария елінің негізгі отаны осы Еділ бойы болатын. Ресейдің Еділ бойының Еділ-Кама өзендерінің аралығы етін. Еділдің, яғни жоғарғы ағысы. Міне алдымен осы жерде олар өзінің жаңағы Еділ Бұлғариясы деп аталатын, Еділ Бұлғарлары деп аталатын жаңа мемлекетін құрған болатын. Бір бөлігі кейін білесіздер, жаңа оңтүстікке барып, Балкан жерінде болгар мемлекетін құрған болатын, Византиядан өзінің жерін тартып алып. Оны өткен сабақта естеріңізде болар. Міне сол негізгі бөлігі осы Еділдің жоғарғы ағысында тұрып жатқандықтан, осы жерде жаңағы Еділ Бұлғариясы деп аталатын мемлекетін құрған. Міне сол мемлекетті жаңағы бату әскерлері бірінші кезекте бағындырып алған екен. Бұл 1236 жылы. 1237 жылы Еділ мен Дон өзендерінің аралығындағы қыпшақтарды түзе бөктіреді. Естеріңізде болса, Қазақстан тарихынан анау неден бастап, бүкіл Қазақстан территориясы Жетісудан басқа, сонау Дон өзендеріне дейінгі, яғни Шығыс Европаға дейінгі аралықта қыпшақтардың мемлекеті болған. Міне сол қыпшақтарды тізе бүктіріп, 120-140 мың әскермен енді орыс жеріне шабуылға дайындалады. Моңғол татар шапқыншылығы қарсаңында орыс жері жеке князьдіктерге бөлініп жатты. Оны өткен сабақтан білесіздер. Киев Русі бұрынғыдай біртұтас мемлекет емес, бытыраңқы бірнеше князьдіктерге бөлініп кеткен мемлекет болатын. Оны алдыңғы сабақтан өткен болатынбыз. Бытыраңқы князьдіктер бату әскерлеріне қарсы тұру оңай емес еді. Әскери күш жағынан да моңғол татарлар артық болатын. Әсіресе моңғол татарлардың атты әскері өте қуатты еді. Енді өздеріңіз ойлап қараңыздар, моңғолдарыңыз болсын, жалпы қай түрік мемлекетін алсаңыздар, көшпелі мал шаруашылығымен, жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысатын елдің жас балалары кішкентайынан, сонау тал бесіктен ат құлағында ойнап өседі. Кәдімгі ең мықты шабармандар, ең мықты атты бағындырғандар, ол әрине көшпелі халықтар. Сондықтан олардың мықты атты әскеріне бірде-бір атты әскер төтеп келе алмаған, бірде-бір әскер, әсіресе жаяу әскер. Оның үстіне батудың соғыс өнеріне бұрыннан пайдаланып келе жатқан қала бекіністерін бұзатын жеңіл құралдары да болды. Мына алдарыңызда тұр, осындай арнайы құралдары болған. Қарап отырсаңыз, ішіне жаңағы тас толтырып, тартып қап жіберіп лақтырған кезде мынау тастар барып кез келген қамалдың қабырғасын бұзатын болған. Сөйтіп бұл құралмен орыс қалаларының ағаштан салынған бекінісін бұзу қиынға түспейтін. Бұған қосымша бату әскерлері соғыс жүргізудің неше түрлі әдістерін меңгерді. Әсіресе мына Қытай жерінен үйренгендер көп болды. Енді олардың басты соғыс тактикаларының бірімен сіздер таныссыздар. Мысалға, Отырар қаласында жауламастан бұрын алдымен моңғолдар тыңшы жіберген жоқ па? Тыңшы деп отқанымыз шпион. Яғни тыңшы жіберіп, олар алдымен өзінің жауын барлаған, жауы туралы бар ақпаратты жинаған. Яғни жауын зерттеген олар алдымен шабуыл жасамас бұрын, жаулап алмас бұрын. Яғни бұл да соғыс жүргізудің әдісіне жатады. Міне осындай әртүрлі әдістер қолданды. Сөйтіп жолындағының бәрін жайпаған бату 1237 жылдың қысында қалың қолын Еділ өзенінен өткізіп, Рязань қаласына келіп жетті. Есте сақтаймыз, орыс князьдіктерінің ішінде ең бірінші моңғол татар шапқыншылығының тегеурінін көрген бұл Рязань қаласы болатын.
мына картадан көрсеңіздер, мына қызыл стрелка көрсетіліп тұр, иә. Қызыл стрелка мына Рязань қаласына, Рязань князьдігіне. Бұл Рязань князьдігі ең бірінші моңғол татар шапқыншылығына ұшыраған қала. Қыста шабуыл жасауды күтпеген рязандықтар айтарлықтай қарсылық жасай алмады. 5 күн бойы моңғол татар әскерінің шабуылына тойтарыс бергенмен, басқа жақтан көмек келмегендіктен Рязань қаласы құлап, жау қолына көшті. Келесі кезек орыстың ірі Владимир Суздаль князьдігіне жетті. Алғашқы шайқас ұлы Владимир князі Юрий Всеволодович әскерлерімен болды. Моңғол татар әскерлері Коломна қаласы түбінде князь Юрийдің әскерін талқандады. Келесі қала Мәскеу және Мәскеу қаласы болды. Бұл Мәскеу қаласы 5 күн қарсыласып, ақыры құлады. Бұны да картадан көрсеңіздер болады. М әрпімен берілген. Бұл жаңағы Мәскеу қаласы. Недегі? Я? Владимир Суздаль князьдігіндегі Мәскеу қаласы. Ары қарай 1238 жылы 4 ақпанда Бату Владимир қаласын қоршайды. Бұл да мына Владимир, я? Суздаль князьдігіндегі ірі қалалардың бірі. Қала халқы айтарлықтай ерлік көрсетеді. Бірақ 3 күннен арыға шамасы келмеген қаланың қорғаушылары жеңіс табады. Одан кейін моңғол татар әскері Ростов, Суздаль, Ярославль, Кострома, Углич, Тверь сияқты 14 қаланы бірінен кейін бағындырып, сөйтіп Владимир князьдігінен Новгородқа қарай бағытталады. Бірақ көктемнің ерте шығуы және орманды батпақты Новгород жері алға қарай жүруге қиындық тудырады. Және моңғол татар әскерлерінің де ұзақ соғыстан қажығаны сезіледі. Сондықтан Бату әскерлерін оңтүстікке қарай бұрады. Жолында кездескен қалалар мен ауылдарды жаулап алып, 1240 жылы Киев қаласына келіп жетеді. Оңтүстікке, яғни Киев қаласына бұрып жүреді. Бұл жерде Киев қаласы берілген бе екен? Жоқ, бұл картада жоқ екен. Киев, білесіздер, қазіргі Украинаның астанасы. Соған 1240 жылы жетеді. Киев қаласын қорғауды Даниил мен Дмитрий князьдер өз қолдарына алады. Қала халқы өз қаласын айтарлықтай ерлікпен қорғайды. Қала бекінісін бұзып кіру моңғол татар әскерлеріне оңайға түспейді. Жалпы Киев қаласы 8 күн қарсылық көрсетеді. Яғни ең ұзақ қарсылық көрсеткен осы Киев қаласы болатын. Күштің тең болмауы, князьдіктердің дер кезінде күш біріктіре алмауы Киев князьдігінің жеңілуіне әкеп соқтырады. Моңғол татар шапқыншылары Киев қаласын талқандап, ежелгі ескерткіштердің көбін жойып жібереді. Киев қаласын алғаннан кейін Бату әскерлері Галич Волынь князьдігіне аттанады. Сөйтіп, оны да бағындырып, Польшаға, Чехия мен Венгрия жеріне баса көктеп кіреді. Польша, Чехия, Венгрия, білесіздер, бұл Шығыс Европа мемлекеттері. Алайда бірнеше жылға созылған жорықтардан әбден қажыған Бату әскерлері Еуропа елдеріне одан әрі ендеп кіре алмайды. Енді бір дерек бойынша Бату әскерлері мынау Адриат теңізіне дейін жетіп, осы жердің жер осы жерде аяқталады екен деп ойладымыз деген болжам бар. Енді бір дерек бойынша Батуға Моңғолияның ұлы билеушісі қайтыс болды деген хабар келеді. Сондықтан өз әскерін бұрып еліне қайтуға тура келеді. Өйткені тақ мәселесі шешіліп жатты. Міне осындай екі дерек бар. Осы екі себепке байланысты, екеуісінің біреусіне, қайсысы шын екенін біз білмейміз. Осы себептердің біреуінен ол әскерін кері қайтарған деген сондай болжам бар. Сөйтіп, Бату әскерлері Еділ өзенінің төменгі сағасына оралып, осында 1243 жылы Сарай Бату қаласын салғызады. Сөйтіп, Алтын Орда мемлекетін құрады. Жалпы, мынау моңғол татардың үстемдігі 1240-1480 жылдар аралығында орыс жеріне өзінің үстемдігін орнатқан екен, есте сақтаймыз. 1240-1480 жылдар аралығында. Енді Алтын Орда мемлекетінің құрылуына келетін болсақ, Алтын Орда Бату кезінде, яғни
Алтын Орданы құрған Бату өзі ол мемлекетті 1227-1255 жылдар аралығында билейді. Бұл Батудың кезінде Алтын Орданың жері кеңейіп, Ертіс өзенінен Дунай өзеніне дейінгі ұлан байтақ өңірді қол астына қаратады. Енді мына өткендегі картаны қарайтын болсаңыздар, Ертіс деп отқанымыз мынау, мына өзен біздің Қазақстанның осы шығысындағы өзен. Міне осы Ертіс өзенінен бастап, сонау Дунайға дейін, мынау Адриат теңізі, осы Адриат теңізіне дейінгі, Ертіс өзенінен бастап Дунайға дейінгі үлкен аралық Алтын Орда деп аталды. Сарай Бату қаласының алтынмен аптап, күміспен күптеген сән салтанатты хан сарайында төңіректің төрт бұрышынан келген саудагерлер жиналатын сауда алаңы болды. Бату өзіне арнап астана құрып сарай салдырғанымен уақыттың көбін ұлан байтақ қазақ сахарасындағы жайлауларда өткізіп отырды. Алтын Орданың астанасы алғашқы кезде Сарай Бату қаласында, қазіргі Астрахан қаласы маңында болса, кейінірек Сарайберкеге көшіріледі. Бату хан шығыс Еуропаға жасаған 7 жылдық жорығы, яғни 1236-1242 жылдар аралығында жасаған жорығынан кейін Сырдария алабынан Балқаш көліне дейінгі жерді ағасы Орда Еженге бөліп береді. Естеріңізде болса, Бату Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошының баласы дегенбіз, яғни Шыңғыс ханның немересі. Одан бөлек Орда Ежен деген оның ағасы болған, және Шайбан деген інісі болған. Сонда Орда Ежен, Батудың өзі және Шайбан туған ағайынды адамдар. Бату бәрі жаңағы Жошының балалары. Сөйтіп, мынау Сырдария алабынан Балқаш көліне дейінгі жерді Ақ Орда деп аталды, яғни ағасы Орда Еженге берді. Ал Арал теңізінің солтүстігіндегі жерлерді інісі Шайбаниға береді, оны Көк Орда деп атайды. Жалпы Алтын Орда, Ақ Орда, Көк Орданың неге бұлай аталуы туралы 16 ғасырда жазылған Өтеміс қажының Шыңғыснама кітабында былай деп жазылған екен. Жошы өлгеннен кейін Орда Еже мен Бату Моңғол ұлысын басқару билігіне таласып шеше алмағаннан кейін атасы Шыңғыс ханға келеді. Шыңғыс хан немерелерінің ойын тыңдап болғаннан кейін 3 киіз үй тігуге бұйрық береді екен. Біріншісі ақ киізден алтын босағалы ақ үй Сайын ханға, яғни Батуға беріледі. Батудың басқаша есімі Сайын болған. Екіншісі күміс босағалы Ақ Орда Орда Еженге. Үшіншісі боз киізден болат босағалы Көк Орда Шайбаниға арналады екен. Осылайша Шыңғыс хан 3 немересіне билікті бөліп береді. Алтын Орда Батуға, Ақ Орда Орда Еженге, Көк Орда Жошының 5-ші баласы Шайбаниға тиеді. Жалпы Алтын Орда хандығы феодалдық мемлекет болды. Алтын Орда мемлекетінде өмір сүрген халықтардың даму дәрежесі әркелкі болды. Орыс жерінің халықтары Еділ алқабындағы отырықшы егінші шаруашылықпен айналысты. Алтын Орданың қол астындағы түріктектес халықтар көшпелі мал шаруашылығымен шұғылданды. Түріктектес тайпалар құрамында Қыпшақ, Қаңлы, Арғын, Найман, Қоңырат, Керей, Уақ болды. Алтын Орданың мемлекеттік құрылымы әскери негізде құрылды. Хан барлық қарулы күштердің қолбасшысы саналды. Бектердің құрылтайы мемлекет билігінің бір сатысы саналды. Шешуші кезеңдерде құрылтай шақырылып, мемлекет тағдырына қатысты маңызды саяси әскери мәселелер шешілді. Алтын Ордаға бағынышты аймақтарды басқару үшін өкіл әкімдер, яғни дарғы бектер, тамғаш және басқақтар тағайындалды. Олардың басты міндеті жергілікті халықтарды билеп төстеу және олардан хан қазынасына алым салық жинау болған. Мына суретте көріп тұрғаныңыздай атта тұрған басқақ, осы Алтын Орданың басқағы, және қарап отырсаңыз бағынышты халықтар алым салық әртүрлі сый сияпат алдына әкеп отыр. Яғни басты міндеті осы салықты жинап хан сарайына жеткізу басқақтардың. Алтын Орда езгісіне тап болған орыс жері талан-таражға түсіп, шаруашылығы күйзеліске ұшырады. Алтын Орда мемлекетінде егіншілер мен малшылардан алынатын алым салықтың 2 түрі болған. Ол қалан және қапшауыр. Қалан салығы бойынша егіншілер жыл сайын
өнімнің 1/10 салық ретінде қазынаға тапсырды. Ал қапшығұр салығы тәртібі бойынша малшылар жыл сайын мал басына салық төледі. Орыс князьдары өз дербестігінен айырылып, жаңағы ханға бағынышты күй кешті. Олар Алтын Ордаға көп сый-сияпат апарып, ханға сәлем беріп, тәжім етуге тиіс болды. Оларды князь етпеу тек ханның еркінде ғана болды. Хан князь қойған адамда ерекше құжат, яғни жарлық берді. Осындай жарлық адам алған ғана князь болып есептелді. Енді мынау алдарыңызда Киев қаласының алынуы туралы қысқаша сипаттама беріліп кеткен. Қалай олар ерлікпен күрескендігі туралы, және бір қызығы, мынау осы Киев қаласын сондай үлкен батырлықпен, ерлікпен қорғаған князь Дмитрийді Батуға алып келген кезде, Бату оның ерлігіне риза болып өлтіріп берді дейді. Енді бұл 1240 жылы алынған Киев қаласы қорғаған адамдардың ерлігі туралы жазылған. Енді жалпы Алтын Орда және Батудың орыс жерін жаулап алуы туралы ақпарат осы. Тыңдағандарыңызға рахмет.